Орыстың жазушысы Василий Сухомлинский өз сөзінде сабақ оқушылардың интеллектуалды өмірінде құрғаннан сабақ болып қоймас үшін ол қызықты болу керек. Осыған қол жеткенде ғана мектеп оқушылар үшін рухани өмірді тілеген ошағына, мұғалім осы ошақтың құрметті иесі мен сақтаушысына, кітап мәдениеттің баға жетпес қазынасына айналады деген екен. Иә, кітап ақылына ақы сұрамайтын алтын қазына. Өзіңді өзің тану үшін кітап керек. Өзгені де тану үшін кітап керек. Бүгінгі таңда оқушылардың кітап оқу дағдыларының төмендеуіне байланысты мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев өз ойымен бөліскен еді. Сөзінде жалпы кітапты оқуға деген құштарлық азайып кеткендігін, яғни бала мектеп жасынан бастап көркем әдебиетті оқуға ұмтылу қажет екендігін айтып өтті. Осыған орай 2020 жылдың қыркүйек айынан бастап Кемел Тоқаев атындағы коммуналдық мемлекеттік мекемесінде кітапқа оқуға деген ынта-ықыласты арттырудың түрлі амалдары жасалуда. Солардың бірі осы қолға алынып отырған оқуға құштар мектеп атты жобасы болмақ. Оқушыларға, мұғалімдерге, кітапханашыларға және қала тұрғындарына, барша кітап құмарларға арналған. Жобаның мақсаты жас жеткіншектің кітап оқуға деген ынтасын арттыру мен бос уақытын тиімді пайдалануына ықпал етіп, қазіргі заман авторларын кітапханаға жаңа түскен кітаптарды кеңінен насихаттау. Әр аптаның бейсенбі күні мектеп қабырғасында 20 минут оқу сағаты оқырмандар акциясы тұрақты түрде өткізіледі. Бұл кезде мектеп оқушылары үлкен үзіліс кезінде өздері сүйіп оқитын кітаптарын жайлы ой бөліседі. Басты кейіпкерлер туралы эсселер жазып, суреттер салады. Кітап ақылына ақы сұрамайтын ең құнды қазына. Осы сынды кітап туралы бірнеше құнды пікірлерді бәріміз де жақсы білеміз. Расында, қай ғасырда да кітаптың алатын орны бөлек. Кітап кемелденуге көмектеседі. Қаншама технологиялар шығып жатыр. Бірақ бұлардың бәрі кітапты алмастыра алмасы анық. Соның бірін ала кетсек, мына 9-шы сынып оқушысы Игорь Черепанов. Ол көркем әдебиетті жақсы көреді, сонымен қатар оқыған шығармаларымен сыныптастарымен бөліскенді жөн көреді. Ученик 9 В класса Черепанов Игорь. Там лазурное небо и снежные горы, бескрайние полей и золотые просторы, закаты, как в сказке, и звездные ночи, рассветы ясны, как красавицы очи. Там вольные ветры и быстрые реки, яркое солнце, широкие степи, манящая тайны святые озера и лос виноградных, витые узоры. Там свято хранятся традиции предков, и люди плохие встречаются редко. Там радость так радость, беда не беда, гостям в каждом доме рады всегда. Там разные нации в мире живут, там вечные ценности, знания и труд. Самое лучшее ты на земле. Родина, матушка, слава тебе. Вы спросите, где это? Я вам отвечу. Краткой, но убедительной речью. Осы маған улы отан. Қасиетті жер, Қазақстан. Енің ағында қарасында, мұңқ етпейсің, қабылдап аласыңды. Қарасымен шамаң жоқ таласуға. Ей өмірім, зымырап барасың. Жер мен көктің желпініп арасында, желігесің, сүйесің қарасуға. Қиын қуған қамбақтай аласыра, ей өмірім, зымырап барасың. Мен отырмын теңіздің жағасында, берсің де жоғын аласың да. Мені тастап толқындар ағасың ба, толқындатып өмірім барасың ба. Шаң шығарып ізінен құйындаған, барасың ба өмірім қиындаған. Сыйын маған, ей өмір, сыйын маған. Сыйындалам, мен сені, бер маған. Сәлем. Сәлем. Есімің кім? Менің есімім Сәлем Жанатқызы. Саған бір сұрақ қойсам жауап бере аласың ба? Иә.
Қазір бізде оқуға құштар мектеп жобасы болып жатыр. Мұқағали атамыздың кез келген өлеңін маған оқып бере аласың ба? Әрине. Аха, олай болса кеттік. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын керін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбаттыр алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тіліммен тілінбедім. Кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тіліммен түңілмедім. Бар үшінші отан деген, Құдай кім десе отан дерем. Оты сөнген жалғанда жан барсың ба, ойланбай ақ кел дағы отау менен. Рахмет. Сәлем. Есімің кім? Есімім Ташыбекова Рауан. Иә, біз оқуға құштар мектеп жобасы болып жатыр. Саған бір сұрақ қойсам, дайынсың ба? Иә. Мұқағали атамыздың бір өлеңін жатқа айтып бере аласың ба? Иә, әрине. Аха. Мұқағали Мақатаев өкпелеттім. Өкпелеттім не дейін, өкпелеттім. Өкпелетіп қалайша көтерекпін. Сенің қойған межеңнен аттадым да, шекараңнан шықтым да, шеткереттім. Өкпелеттім, амал не өкпелеттім. Қараша не келеді таң сарғайып. Сыртқа жүрші, қойшы енді томсармайып. Аңдымау тамаша таң алдында. Рахмет. Сәлеметсіздер ме? Мен Кемел Тоқаев атындағы орта мектебінде 2-ші А сынып оқушысы Аманбол Алинұрмын. Мұқағали Мақатаев: отан, 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 сен болмаса не етер ем? Мәңгілікке бақытсыз боп өтер ем. Өмірде бұл өксуменен кетер ем. Құс ұясыз, жыртқыш үнсіз болмайды. Отансыз жан өмірінде оңбайды. Өзін өзі қорлайды да сорлайды. Тірі адамға сол қайғы күн көреді. Әкесіз де анасыз өмір сүрер, әйелсіз де баласыз. Ал отансыз нағыз сорлы панасыз. Білесің бе отанның сен не екенін? Екі отан жоқ, жалғыз отан мекенін. Назарларыңызға рахмет. Жамбыл Жабаев родился в семье бедного, но уважаемого кочевника Жабая. Мать Жамбула звали Улдам. Акын из пророда Якей, рода Шапрашты, входящего в состав старшего жуза. В семье было 3 детей – Тайты, Коман, Жамбыл. Согласно семейному преданию, Жамбыл родился возле горы Жамбыл, в верховьях реки Чу. Отец Жамбыла дал своему сыну имя горы. Еще мальчиком Жамбыл научился играть на домбре. Его дядя был известным домбристом. Искусству импровизации учился у Акына Суинбая. Пел будущий Акын на казахском языке. Позже из дореволюционного репертуара со слов Жамбыла были записаны эпосы Суранши Батыр, Утикен Батыр, сказки Ханы Акын, сказка о лентяе и другие. Жамбыл Жабаев участвовал в состязании 2 Акынов Айтыс. В 1881 году победил Акына Кулмамбета, в 1895 году Сарбаса, в 1902 году Досманбета, в 1909 Шошубая. До Айтыса с Кулмамбетом участвовал в небольших состязаниях КМ Айтыс. Поэзия Жамбыла связана с жизнью простого народа. Акын звал к дружбе казахов с русским народом. Он сложил множество лирических, бытовых, социально-сатирических песен, героических поэм и сказок. Собака Бая Кадырбая, Черный указ, поэма Гневного сердца, поэма Утиген Батыр, Суранши Батыр, сказка Ханы Акин и другие. В песнях Жамбыла можно было встретить почти всех героев советской властной верхушки. Он придавал им черты эпических героев, легендарных батыров. Аксакалу Калинину, песня о Батыре Ежове, Клим Батыр, наш Киров. Мне очень нравится поэзия Жамбыла Жабаева, и я хотел бы прочитать отрывок из его стихотворения «Ленинградцы, дети мои». Ленинградцы, дети мои, ленинградцы, гордость моя, не в струе степного ручья виден отблеск Невской струи. Если вдоль снеговых хребтов взором старческим я скользну, вижу своды наших мостов, зорь балтийских голубизну, фонарей вечерних раи, золоченных крыш острии. Ленинградцы, дети мои, ленинградцы, гордость моя. Хочу, чтобы вы прочитали
Все стихотворения Жамбыла Жабаева.